Жолдан қосылған дос жолда қалады. Бала кездегі дос мәңгілік қалады. Бас аманда мал тәтті, бас ауырса жан тәтті. Жан ауырса тән азады, қайғы басса жан азады. Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты жоғары шүйіреді. Басыңа іс түссе, жаман дос алыстап жүрер, жақсы дос жаныңда жүрер. Адамның шашқаны емес тергені, алғаны емес бергені қалады. Дос табу оңай, сақталуы қиын. Жауласу оңай, тоқтауы қиын. Не пайда күш жоқ болса нарлығыңнан, пайда жоқ кең болмасаң тарлығыңнан. Көрінбеген нәрсені аламын деп, айырылма қолыңдағы барлығыңнан. Тілден бұрын жүрегіңді таза ұста, өйткені жүрекке ой келіп, тіл арқылы сөз болып шығады. Мені жетістігіме бола құрмет етпеңіздер, құлаған жерімнен қайта тұра алатынымды бағалаңыздар. Киімнің жақсысын таңдап киген секілді, сөздің де жақсысын таңдап сөйле. Адам әрекет етпесе, Құдай сылтау береді. Адам әрекет етсе, Құдай себеп береді. Адамға бала жастан ең керегі ұят деген қасиет. Ол туа бітеді, бірақ кейбіреуі өсе келе, үлкейе келе ұяттан жұрдай болады. Киімнің жақсысын таңдап киген секілді, сөздің де жақсысын таңдап сөйле. Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мына өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға. Әйелмен қарым-қатынас жасауда Алладан қорқыңдар. Шындығында Алла оларды сендерге аманат етті. Өмірде жетістікке жеткен адамдар кедергілерді жетістікке жеткізер мүмкіндік деп білген. Бір шам екінші шамды тұтатқанда өзінен ештеңе жоғалтпайды. Сіз де өзгеге көмек қолыңызды беріп жүріңіз. Ағаштан жеміс күтсең, бұтағын сындырма. Адамнан үміт күтсең, көңілін қалдырма. Егер сізге ұнамасам, өмір жақсыларға толы. Сен уайымдап жүрген болашақта мүмкін сен жоқ шығарсың. Ахиретіңе азық жина, болашаққа құлшылықпен бар. Діндарлардың қателігін көріп, діннен суып жатқандар, байлардың арсыздығын көріп, ақшадан бас тартпайды. Үнемі жұрт не айтады деп ойлайтындар, біраз уақыттан соң олардың құлына айналады. Саған бұйырған нәрсе сенің әлсіздігіңе қарамай алдыңа келеді. Ал бұйырмаған нәрсе сенің мықтылығыңа қарамай айналып өтеді. Адамның бойындағы жақсы жағы ашуланып тұрғанда басылғаны. Адамның бойындағы жаман жағы жақсылық жасап тұрып басынғаны. Бұл дүниеде ешқашанда еш нәрсені кемітпе. Өйткені арзан тұратын қалам да миллиондаған ақшаға қол қояды. Саған сену менің таңдауым болды. Қарым-қатынасты құрту сенің шешімің болды. Санасы биіктер жақсылығыңды көреді, санасы төмендер жамандығыңды тереді. Адам мақсатына өзін-өзі жетілдіру арқылы жетеді. Оқу құралының ең ұлылығы бала оқытатын кітап. Шеге қисығын балға түзер, адамның қисығын иман түзер. Қарапайым жандар да тәкаппарлық дегенді білмейтін жүректер бар. Кемшілікті іздемейтін кездер бар. Жылылығы кетпейтін жүздер бар. Сабақ болар сүрініп құлағаның, кімге керек күрсініп жылағаның. Адам емес қолыңды Аллаға соз, ол береді құлына сұрағанын. Сырын білмей бой салма, атасы оның текті деп. Тұрлаусыздан сөз ұқпа, аузы оның епті деп. Кедей болып туылсаңыз, сіздің айыбыңыз емес,
кедей болып қайтыс болсаңыз, сіздің айыбыңыз. Өкпе реніш ішке жиналған тас секілді. Оны жинай берсең, бір күні ауырлығынан құлайсың. Өзіңді сыйлайтын жерге қайта-қайта жылтыңдап бара берме, қадірің кетеді. Кемеңгер кісілер ойлаған бүкіл дүниесін жұртқа айта бермейді, бірақ айтқан бүкіл дүниесін жан-жақты ойланып айтады. Саған ашулана тұрып жамандыққа бармаған кісімен дос бол. Себебі кісінің шынайы мінезі ашуланған кезде білінеді. Жалындаған жастығыңды жоқ ететін, денсаулығыңды қор ететін, арманыңды өлтіретін ауру әр істі кейінге қалдыру. Білекке сенер заманда ешкімге есе бермедік. Білімге сенер заманда қапы қалып жүрмелік. Құрметті оқырман, видео ұнаса лайк басып комментарий қалдыра кетіңіз. Және де каналымызға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.